Бүгін кофе туралы және бұл сусынның біздің организмімізге қалай әсер ететіні туралы сөйлесейік. Кофенің құрамында хлорогеновая кислота болады. Оның организмге қандай пайдасы бар? Жалпы кофе метаболикалық синдром қаупін азайтуға көмектеседі, миды қорғауға көмектеседі, жүрек қан тамыр жүйесін қорғайды. Сонымен бірге кофе тәбетті басу мүмкін. Егер сіз диета ұстап жүрген болсаңыз, онда пайдасы тиеді. Сонымен бірге кофе раққа қарсы тұра алады. Және кофеде магний мен дәрумендердің едәуір мөлшері бар. Әсіресе В2 және В3 дәрумендері көп кездеседі. Әрине, сіз кофені күнделікті көп мөлшерде литрлеп ішсеңіз, оның пайдасын көре алмайсыз. Күніне бір шыны кофе ішкен жеткілікті. Кофенің бауыр мен өт қабына қандай пайдасы бар? Бауырдың бірнеше қызметтері бар. Соның ішінде өт шығару, өт бауырда түзіліп, өт жолдары арқылы өтіп, өт қабында сақталады. Кофе өт қабына қалай әсер етеді? Кофе өт тастарының пайда болуына ықпал етеді ме? Бұл майлы бауырдың жағдайын одан әрі нашарлатады ма? Шындығында бәрі керісінше, кофе өттің бөлінуіне көмектеседі және өт тастарының пайда болу қаупін азайтады. Тастар холестериннің шоғырланып, кристалданған уақытында өт қабында пайда болады. Тастар холестериннің әсерінен емес, өт тұздарының болмауынан және өттің жетіспеушілігінен пайда болады. Кофе көбірек өт шығаруға, оны сұйылтуға және холестериннің кристалдарының пайда болуына жол бермейді. Осылайша кофе бұл тастардың пайда болуының алдын алады. Кофе сонымен қатар гепатопротектор болып табылады. Кофенің құрамындағы фитонутриенттер бауырды зиянды әсерлерден қорғай алады. Кофе май қышқылының тотығуын арттыруы мүмкін. Бұл кофенің бауырдағы майды ыдыратуға көмектесетінін білдіреді, әсіресе майлы бауыр үшін. Ол мұны микробиома, яғни пайдалы бактериялар арқылы жасайды. Кофе сонымен қатар өт қабының жиырылуына көмектесетін гормонды ынталандырады. Сіз тамақ жегенде өт жиырылып, өзінен өт сөлін бөледі. Өт сөлі тамақпен араласып, олардың қорытылуына көмектеседі. Егер өтіңіз дұрыс жұмыс жасамаса, егер өт қою болса, кофе оның дұрыс бөлінуіне көмектеседі. Өтіңіз сіздің сұйық болу керек. Егер қоюланып тұрып қалатын болса, холестерин жиналады, ол ары бауырға өтеді. Соның әсерінен сізде ауырсыну сезінесіз. Оң жақ жауырын тұста ол ауырсыну нервтер арқылы мойынға, омыртқаға берілуі мүмкін.